Хайырлы ақшамлар, студияда мен Сефер Шукурова Чалышам, күннің әсас вақаларықта тариф етмеге азырмыз. Вақыт бек аз. Егер күн контроль олса, весізін муавиныз анда келген олса, о кейфиетсіз ішке yol бермес еді. Егер олар анда барып еткен олсалар еді, маңа ярын bu объектлерде болынған муавинлеріңіздің соядларыны yazып кетірерсіз. Азбарларының тамираты федераль мақсатлы программа ве жемат нақлияты. Қырымның кескін мәселелерідір. Нефбеттеки провокация. Русия Мудафаа Назирлігі Қара Деңіз регионында Америка Қошма Штатларының арби фааллығыны көре. Бұл Украина тарafından Женюби Шарқта меселені күчнен чözmek үшін арби әрекетлерінің репетициясы ола біле деген фікір бар. НАТО ұжағы Қырым сыныры янында шпионлық етті. Біз не қадармыз ве кімлерміз? Электрон жетвелге алу февраль ноябрьнің 8-не планлаштырылды. Ама о 14-не девам еттірілді. Жетвелге алуының сонына госуслуги порталында суалерге жевап бермек мүмкін. Финиш яқынлаша, суалерге жевап беріп етіштіріңіз. Ахмежетнің кеме разбараларында тамират ішлері графиктен артта қала. Объектлер тайынленген мүддеттен кеч тапшырылачақ. Бұақта Қырымның Назирлер шурасында кечкен мүшавереде хабер әттілер. Мүддеттен артта қалув неге бақлы? Дауд Чахалов тәфсилатларылы. Азбарлар виджема территориялары абаданлаштырылуы бойынша ишлер ярама япылғанына шикайет еткенлерінің чоқусы Ақмежит сакинлерідір. Сергей Аксенов Қырым пайтақтының реберлеріне бір sıra вазифелер қойды. Вебежерілген иш ақында эсабат бермекні авале етті. Куйбышева соқағы 13-ші F адресі бойынша территория толысынен асфальтнен қапланacak. Қалған ішлер 25-ші күні екінленecek. Залеская 2 анда екінленecek. О ерде проект толы шекілде тізілген еді. Ноябрьнің 15-неже ерні асфальтнен төшемек. Қалғаныны ноябрьнің 25-неже. Шунын үшін мен беллесем ноябрьнің 30-нажы епісі ішлер бежерілер. Егер шей вақытында кетірілсе елбет. Мисал оларақ бала мейданлары еле. Ақмежитнің Боғурча микрорайонында қатты коммуналь қалымтылар полигонының рекультивациясы екінленді. Енді текрар экологик экспертиза кечірмек қалды. Бұны максималь қысқа мүддетте 10 күн девамында yapmak керек. Бұндан да ғайры Қырым yolbaşçısı жемат нақлияты меселесіні чезмеге авале етті. Бұның үшін маршруткаларда қатнаған вазиетке реаль. Қимет кесе білген мемориетлерінің yolbaşçılarından жедвел тізіп, она теслим етілежек. Егер күн контроль олса, весізін муавиныз анда келген олса, о кейфиетсіз ішке yol бермес еді. Егер олар анда барып еткен олсалар еді, маңа ярын bu объектлерде болынған муавинлеріңіздің соядларыны yazып кетірерсіз. Олар анда çok şeyler айталар. Яныдан yapıldı да бір şey. Олар бұны не вақыт көрген олсалар, о zaman айтмақ керек еділер. Сіз шымды айтасыз, бұны олар şey yapılған ve 2 ай кечкен сон көргенлер. Егер күн келіп контроль еткен олсалар, талапларға ұйғынмы, жоқмы, бұны шу күні тоқтатмақ ве екінші күні яныдан yapmak керек еді. Бунин бірге Сергей Аксенов мушавере кетешатында сақ мемориетінің yolbaşçısını Александр Авдиенканы тенбиеледі. Егер о бір sıra құручылық объектлеріні эксплуатацияға кірсеті бітірмесе, ве милли лейхалар бойынша ішлер вақтында yapılмаса, Авдиенка іштен бошатыла білежек. ФЦП программасы бойынша кураторлық еткен месулиетлі вазифедар инсанлар епсі бежерілген ішінің нетижелері ақында күн эсабат бермек керек. Дауд Чахалов, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Қырым инкишафының халық программасы бүтін ярымадада кәғыттан реал инфраструктура объектлеріне кечірілі. Жүмхуретінің Хурман району инкишаф еті, анда яқын 5 елға тізілген весиха яшайышының эпысы саларына тесір етті. Сақлық сақлав, медениет, спорт, ветасил яшларынды янартылған көйден шерге көчмеге ашықалар. Ойерден бізім левхамыз. Яшайыш яваш-яваш доғырлана. Украина девірге баққанда баяғы яқшыжа. Кечміште олған қасиветлеріні енді ұнытмақ мүмкін. Истесен, яны yolda аяқ машинада кезін. Истесен, спортив мейданда межғалиетлерінен оғыраш. Бір тарафта жами, дигер тарафта исе кілсе, бөлі яқынлық атта ішчілерге күч берген кібі ола. Олар Қырымда бірінші факот объектіні, яғни беден ачық типтекі тербиеви сағламлаштыру комплексіні құралар. Шымдылық бөлі объект тек Ақярда бар.
Керчектен де газон яхшы. Бу футбол мейданы üçün суни каплама. Йымшаклыгы ве техники хусусиетлерine көре сырф кебі. Амма кейфиетлерine көре баягы яхшыжа. Кырымда енді бір хасталықты тедавелемек үшін имканлар бар. Атта психик меселелерге оғрағанларны. Хурман районының Некрасова көйінде яны психоневрологик диспансерде тазе боя қоқусы да аваланмады. Екі кеніш комплекс онайтлы отелге оқшай. Қыйналып юрген хасталар үшін де палаталар бар. Бу ода 6 адам үшін. Палата земаневи ятакларнен донатылған. Олар юрып олмаған адамға озыны яқшы доймаға имкан бере. Рухи сағлықны түшінмектен ғайры көйлілерінің медени инкишафы ақында қайғыралар. Полтавка адлы кичик көйде медениет еві федераль мақсадлы программаның объекті олды. Егер бу хореография олса, бала сувуq деп коридорға чықайыды. Чапқаласа сыжақлана, хаста ола. Сонына бабалары бойле баланы дәрске ебермейлер. Бюджеттен пек зор еді. Хурман районының меселелері де бар, әлбет. Бұйық онлар мектебінің алы кіріштен көріне. Диварлар көз өгінде ешіле. Бина 90-нчы сенелері құрылған еді. Капиталь тамират іште кечірілмеді. Тек оджалар ве ана бабалар япып олған қадар тамирледілер. Енді құрмақ ве тамир етмек үшін бюджет паралары айырыла. Шунын үшін мектепні Жумхури адрес инвестицион программаға кірсетмек керек. Шымдыки вақытта бізге сметаны түзетмек ве оны девлет экспертизасына тақдим етмек үшін 829 000 рубле керек. О заман бізім елімізде азыр проект смета весиқалары олacak. Бір регионның позитив ве негатив тарафлары бу сене Қырым үшін таздықланған халық программасының қысмыдыр. Ойс туған еріні деніштірмек бойынша бір адамға фікір білдірмек имканы берілді. Бойле малюматны бір районда топладылар. Бұны әмелге кечіріп башладық ве бүгін біз үшін мұйым нетижеви топлашув кечірілежек. Назирлер шурасы, мемуриетлер, кой шураларының ве ерлешмелерінің векиллері иштирак етежеклер. Біз шейіні доғры анладық мы, доғры япамыз мы, бұңа қимет кесмек үшін. Масраф етілген миллионлар бүтін Қырым бойынша бинлерже объектке чеверіле. Кой біткен ерде цивилизация башлана деген стереотип Хурман районына ичте келешмей. Дауд Чахалов, Тарас Брезицкий, Артур Чалый, Миллет Ичун, Хурман районы. Қырымның ялы бойы этрафында Бүйік Британиялы истихбатар учағы Русиялы Су-30 хурыжы учағы рефахат етті. Русияның Мудафа назирлігі берген малюматына көре Британиялы учақ ярымадаға 30 километрге яқынлашты. Сонки сутка девамында Русия ВКС ордуларының зенит ракета бөліклері НАТО тешкілятының 4 истихбарат учағыны таптылар. Ве оларны оғрамақ керек олды. Русия Мудафа назирлігі Қара Деңіз регионында Америка Қошма штатларының арби фааллігіні көре. Бұл Украина тарафындан Женюби шарқта меселіні күчнен чезмек үшін арби әрекетлерінің репетициясы ола біле деген фікірі бар. Бізім сынырларымызға яқын пландан тыш талимлер кечірілігі бұл Американың Русияге низбетен агрессив әрекетлерідір. Бүтін Русияда кечірілген бірінші электрон әйелесі жедвелге алывның екілінмесіне 3 күн қалды. Умумен алғанда Жумхуриетіміз фаал, ама пайтақ ве Женюби ялы бойлары шымдылік артта қалады деп хабер этелер статистика едерлігінде. Жедвелге алынғанлар ве контролерларнен бізім мұхберлеріміз сөбетлештелер. Здравствуйте, это перепись. Селям алейкум, бу жедвелге алув. Ачыныз Лютфен енді бешінже қатқа көтерілеміз. Қырымда яшаған 3,5 бинден бір кіші иле кечірілген классик қысқа субет. Невбетнен айтылған ибарелер. Сон бір қач адым вереспондент жедвелге алуының 33 суаліне жевап бере. Яшамаға башқа ернысы yok ма? Соядыныз, адыныз ве баба адыныз. Егінші кішінінде. Қырым статистика эдерелігінің малюматына көре, граждан ноқтайы назарыны білдірівде кене фаал. Мемлекетке бұ қадар кереклі малюматны тайынленген мүддеттен эвел теслим етмеге планлаштырдылар. Жедвелге алалар демек керек, алсынлар. Умумен чоқысы респондентлер бұ ішке доғру янашалар. Бұ рақамлар мемлекет үшін мұйым олғаныны әркез анлай. Эсаплар әалінің яшайыш севиесіне доғрудан доғру тесір ете біле. Интересно, конечно, все равно. Алда мерақлы әлбет әлінің сайысы артамы жоқ. Жедвелге алыжының іші мерақлы, амма әрекетлер бір шекілде, ве бұ іш енгіл дегіл. Девлет мұйымлігіні ташыған іш ичун әлінің чеші табақаларына айт адамлар бірлештілер, студентлерден нефақалар ғажы.
Могу сказать, что Бу иш агыр десем doğru olur, ama epsi респондентлер субет etmege razı olmaylar. Jedvelge alıcılar ağırlıklarını yenmege kerek ola, belli bir odalarga bir haç kere çıxalar. Bu dislokatsiyalarga bağlı. Kümerde respondentlerge yalarmaq kerek ola. Jedvelge alınuf noktalarında adam çok olmasa da бар. Kontrolör Antonina Чугуевская ona yardım etken planşetke koys taşlap, öz bilgilerini teşkere. Вот у меня три. Менің станционар бөлігімде 3 респондент soraldı. Olardan biri ноябрьнің күні келді, son 2 ve 9 ноябрь күнлерінде. Krımstat idaresinde iş kaynay. Kun toplagan malumatını ogrenmek ve Rostat idaresine teslim etmek gerek. Kalgan günlerde Akmesjit ve Yalta sakinlerini biraz yerlerinden gıbırdatmak vazifesi tura. Перепись. Elektron jedvelge alу fevvel ноябрьнің 8-неже planlaştırıldı. Ama o 14-неже devam ettirildi. Jedvelge aluvның sonunca Gosuslugi portalında soalerge cevap vermek mümkün. Kanun normalarına binaen Rusiye'de jedvelge aluf en azdan 10 yılda bir kere geçirili. Geçken sefer Kırım için birinci jedvelge alınuf 2014 sene geçti. Statistika tamam onun neticelerine esaslanıp regionun ihalesi 1.967.000 adamını teşkil eti, dey. Davut Çakhalov, Taras Brezitski, Artur Çalıy, Millet için. Халк айта, bizim muhariyertimizge Ahmedjit rayonu Sabla koyunun sekinleri müracaat ettiler. Kimer sokaklarda yollar yok demek mümkün. Tüken ya da mektepke yetip barmak ahıqı sınavga geçirili. Rayonun memuriyetinde tamirat endi gelecek sene başlamak gerek dep haber ettiler. Meseleni Davut Çakhalov öğrendi. Ирина Сивченко için Sabla koyunda doğdu ve o'sdi. Ayta ki, Lesnaya sokağında yol sonki sefer Sovet devrinde tamir etilgen edi. Mına buruluşkaca asfalt бар еді. Kemer yerlerde көріне. Bu 90. senege yapılgan еді. Her şey eşildi, çukurlar peyda oldu. Suv yuvıp kete. Yol yaramay olğanı sebebinden mında acele yardım maşinaları yetip barmay. Taksi ve yetkizüv hizmetleri mında katnamağa red eteler. Yerli aydavcılar açıvlanalar. Böyle yollarda yürgen maşinalarını sık tamir etmek gerek. Aynı böyle meselege Sumskaya sokağının sakinleri rast keldiler. En büyük sınavlarga esli başlı adamlar oğraylar. Menim bitam şimdi evde otura. O dışarıga çıkmay demek mümkün. Hatta tükanga barıp olamay. Ahmesjit rayonunun memuriyetinde söz verdiler. Sumskaya sokağı gelecek sene tamir edilecek. O asfalt döşelecek sokaklar cedveline kırdı. Lesnaya sokağında vaziyet ağırca. Onu programmağa koşmak için koy şurası teknik pasportunu arşırlamak gerek. İşler tolu şekilde alıp barılgan sokaklar da var. Badana koy yerleşmesinden bu sokak boyunca teknik pasportunu bekleyimiz. Ve tahmin etemiz ki onu tezce bu cedvelge kırsetip olur. Kaydetmek gerekmiz ki, şimdi bizde Bogdana Khmelnytskova ve Stepnaya sokaklarda asfalt teşilüvi boyunca işler alıp barıla. Bundan da gayrı, bizde Sabla koyunda endi 2 yolda asfalt kaplaması var. Bundan da gayrı koy gazden teminlenüvi boyunca arizalar toplandı. İşler gelecek sene başlana. Olar Rusya prezidenti Vladimir Putin'in avalesi boyunca içtimai gazifikasiya programması çerçevesinde amelge geçirili. Eğer siz ağır vaziyetten çıkarmağa çare tapmasanız ve endi çok bir yerge müracaat etip netice görmegen olsanız, bizge yazın ve telefon açın. Telefon numaramızını ve elektron adresimizni ekranlarınızda göresiz. Ondan da başka müracaatlar içtimai ağlarımızdaki sayfelerimizde bekleyimiz. Davut Çakhalov, Alim Seydaliyev ve Akim Bekirov, Millet için. Bir hafta devamında Covid'ge karşı normalar 185 kere bozulğanı belli oldu. Kırım paytaxtında keçken reydlerinin neticesi böyle. Şehir memuriyetinin xadimleri Ahmedjit'te monitoring keçirilivini devam eteler. Bunun bir vaqıta tebeciler aytalar ki, aşı yaptırgan Kırımlılarının sayısı 40%ga arttı. Bu haqta Leyla İslamov'un lehası. Selam aleykum. Sizin QR kodunuz lütfen ve vesikanız. Ahmedjit restoranlarının birine kelgenlerini böyle sözlerinin karşılaylar. Bu yerde Covid'ge karşı sınırlanuvlar temelden riayet etili. Kırışte çeşit meselelerge sık rast kelemiz. Yani 5-6 adam toplanıp keleler ve onların birisinin QR kodu yok. Ve biz bu sebepten onları geçirip olamayız. Çünkü onlar beraber isteyler. Kümer adamlar havehanege QR kodsuz kirmege tırışalar.
Ялан айтқан алдатқанлар да олды. Башқа адамларының QR-кодларны көстереділер. Шуныны чун біз бірінші нөвбетті еркезні тешкірівден кечереміз. Кечкен авто девамында Қырым пайтақтында ковидке қаршы нормалар бойынша 185 бұзып қайт етілді. Ахмеджет мемориетінің векелері жыма топланған ерлерде сынарланувлар riayet етілуі бойынша рейд кечірілді. Контроль рейдлеріні 17 мобиль группа кечірді. 9 жемаат нақлиятында 6 мобиль группа хожалық фаалиетінен оғрашқан объектлерде ве 2 мобиль группа геджема алінде саат 11-ден сон чыға еділер. Сақлық сақлав назерлеге берген малюматқа көре, ашылама сүрәті бойынша Русия Федерациясының 85 субъекті арасында Қырым Жұмхуриетіні 27-нже ердір. Ахмеджетлилер епсі да ашы яптырып ве бекленілген кодыны алып етіштірмеділер. Ама вазиет көз өгінде дініші. Людмила Каретникова 75 яшында ашыламны ковидтен құртарылмақ үшін екене ел деп сая. Кечкен сене менің балаларым хасталандылар, өзімді хасталандым. Шунын үшін мен ашы яптырмаға қарар алдым. Артық хаста олмамақ үшін. Өмір арқадашым да хаста оастмадан азап чеке. Она ашы яптырмаға қорқам. Түбежелерінің сөзлеріне көре бір автодевамында Қырым пайтақтында коронавирустан ашы алғанларының сайысы 40%-ға артты. Еркес ашы яптырмаға істей, хаста олмаға бір кімсе істемей. Бір күнде 50-ден 100-ге адамға ашы япамыз. Адамлар пек незакетлі тынч весиқаларны толдыралар, екімнен субететелер бақуфдан сон ашы алалар. Бір қач вақыттан сон госуслуги сайтында бірінде ашы япылғаны ақта хабер ве мұтлақа QR-код келе. Оны жемаат топланған ерлерді көстермек мүмкін. Сақлық сақлав назерлігінің малюматына бинаен бүгінгі күнде Қырымда 700-ден зияде адам ашының бірінші санчысыны яптырды. Екіншісіні 560 бин адам алды. Жұмхуриетте коллектив иммунитетке ирешмек үшін әлінің 80% ашы яптырмақ керек. Бұл есе 200 бинге яқын адамдыр. Умумен Ахмеджетте 13 мобиль ашылама ноқтасы чалыша. Қырым бойынша 127 ноқта. Бұл ерлерде ашы алмақ үшін евелден yazılmaq керек дегіл. Яныңызда тек паспорт, снилс яда тебе сигорта полисы олмалы. Лилия Ислямова, Алим Сейдалиев, Милет үшін. Миллет телеканалы или тәшкілетілген миллет менлігі деп адланған. Жемат тарафындан танылып мекафаты бойынша рей беру башланды. 5-ші юбилей конкурста ғалип чықмақ үшін чешіт саларда çalışқан ән мұвафақаетлі ватандашларымыз тыршачақлар. Бұл илим, тәсіл, сақлық сақлау, медениет, санат, спорт саларының әрбаплары ве жематчылар. Рей беру электрон шекілде кече, шунun üçün ән яқшыларны жемат өзі сече. Иштірікшілерге қол тұтмақ үшін Миллет телеканалының сайтында ярыш сайфесіні тапмақ керексіз. Адетінже ғалиплеріні декабрь айында байрам гала концертінде қаршылажамыз. Юбилей мүкафатының финалы Қырым Жұмхуриеті Девлет академик музыкалы театрының санасында кечежек. Бұл мересімнің Яйынлывуд телеканалымызның сержелеріні елбаш гечесі серетте білежеклер. Бүгінге бұл эпісі хаберлер Миллет телеканалынан айырылмаңыз.